Білімді болыңдар. Жер отан, сол жер үшін әр қазақтың қаны мен тері. Отанды сату, ұлтты сатумен бірдей. Басымызға қандай күн туса да, қазақ еліне қызмет етуге ант етемін. Ант етемін. Ант етемін. Ант етемін. Әлихан Бөкейхан, қазақ халқының қоғамдық ой санасын биік белеске көтерген ірі қайраткерлердің бірі. 1917 жылы Ақпан революциясы жеңіске жеткеннен кейін жалпы қазақ съезін өткізіп, қазақтың саяси партиясын құру мәселесі қаралды. Партияның аты Алаш аталсын деп ұйғарылды. Осы съезде Әлихан Нұрмұхамедұлы көпшілік дауыспен Алаш ордасының басшысы болып сайланды. Ахмет Байтұрсынұлы. Оның тағдыры қиын, бірақ кісі қызығарлық тағдыр. Ғұмыры ащы арманға толы. Алайда адамға өнеге боларлық ғұмыр. Ол 22 ғасырдың басындағы ұлт азаттық қозғалысы жетекшілерінің бірі. Қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ғылымдарының негізін салушы, ұлттық жазудың реформаторы, ағартушы, мемлекет және қоғам қайраткері, ұлт азаттық жалынды Алаш қозғалысының жанды мүшесі. 1937 жылы 9 қазанда Сталиндік репрессияның қанды пышағына ілігеді. Халел Ғаббасов, Алашорда төрағасының орынбасары, көрнекті тұлға. Халел Ғаббас Алаш милициясын құруға қатысқан бірінші бүкіл қазақ съезінің делегаты болады. Ол 1928 жылдың 16 қазаны тұтқындалады. 1,5 жыл қамауда отырып, 1931 жылдың 18 қаңтарында ату жазасына кесіледі. Міржақып Дулатұлы, ақын, публицист, Алашорда үкіметінің бағдарламасын жасағандардың бірі, қазақтың тұңғыш романдарының авторы. 2 жыл бойы Бутыр түрмесінде отырды. Сосновец лагеріне айдалады. Кейіннен өлім жазасына кесіліп, 1938 жылы Қызыл қырғынның құрбандығына айналады. Алаш арыстары қазақ елінің болашағы үшін күш қуатын, білімін, тіпті жанын да құрбан етті. Алашорда үкіметінің аңсаған арманы бүгінгі тәуелсіз Қазақстан. Қазақтың кең байтақ даласы, рухани байлығы, Алаш зиялылары бізге аманаттаған құнды байлығымыз. Біз рухы биік қазақ жастары, Алаш арыстарын еш қашан ұмытпайық.